Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл ел мен елші бағдарламасы. Иранның Қазақстан үшін маңызы зор, екі жақты байланыс үлкен жолға қойылған. Қазір осы елдің елшісімен сұхбаттасамыз. Қазақстан мен Иран арасындағы дипломатиялық қатынас 1992 жылдың 29 қаңтарынан бастап екі ел Біріккен ұлттар ұйымы, Ислам конференциясы ұйымы, Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралар кеңесінде әріптестік іс-қимыл жасайды. Екі жақты әуе тасымалы бұрыннан бар болса, жуырда ғана Түркменстан арқылы Иранға жалғанатын теміржол байланысы орнады. Бұл орайда ежелгі жібек жолының ізін жаңғыртуға деген талпыныс барын айту маңызды. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Қалаңыз қалай? Жақсы, елші мырза. Қабылдағаныңызға көп рахмет. Мен өте қуаныштымын, сіздей үлкен азаматпен кездесіп, сізден сұхбат алуға көп рахмет. Сізге көп рахмет, қош келдіңіздер. Құрметті елші мырза, Иран мен Қазақстанның қарым-қатынасы бізге үлкен зор болып көрінеді. Өйткені біздің елдің арасындағы товар айналысы 2,5 миллиард доллар. Біздің елден 1 миллиондай туристер барады. Осы Иран мен Қазақстанның арасындағы қарым-қатынасқа сіз қандай баға бере аласыз? خوشبختانه روابط خیلی خوبی بین دو کشور حاکم هست. Қуанышқа орай мемлекеттеріміздің арасындағы қарым-қатынастың деңгейі өте жоғары. Бұл байланыстар осыдан 25 жыл бұрын басталған еді. Өткен жылдарға шолу жасасақ, жылдан жылға арамыздағы байланыс артып келеді. Екі мемлекет президенттері министрлер деңгейінде қарым-қатынас жақсы жолға қойылған. Бұл шынайы игі байланыс. Өйткені бұл барыс келістер ата-бабамыздан қалған жол болатын. Тарихымыз жақын, дініміз ортақ болғандықтан әріптестікті дамытуға әлеуетіміз жеткілікті. هرچه بیشتر روابط بهره مند بشیم. Құрметті елші, Иран кәсіпкерлері біздің Қазақстанға келіп жатыр. Осы февраль айында 1200 Иран кәсіпкерлері келіп бизнес форум өткізді. Біздің кәсіпкерлер де Иранға барып инвестиция салып жатыр. Иран кәсіпкерлері біздің елде Қызылорда облысына кальцинированный сода проектін бастап жатыр. Қандай салаларда жұмыс істеген жөн болады? خوشبختانه ظرفیت‌هایی که بین دو کشور وجود داره Екі мемлекеттің де экономикасы қуатты. Бұл салада компаниялар жақсы әріптестік ете алады. Және бұл ынтымақтастық тек қана екі жақты болып қалмай, аймақтағы көршілес елдерді пайдалануға болады. Мәселен, Қазақстан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше, ал ирандық компаниялар Қазақстан арқылы Ресей, тағы басқа нарықтарға шығуға мүмкіндік алады. Әрі сіздің елдің Ресей және Қытаймен көршілес болуы біздің бизнес өкілдерінің сол елдермен кәсіпкерлік тұрғыда алыс-беріс жасауына мүмкіндік ашады. Тиісінше қазақстандық бизнес өкілдеріне Иранда жұмыс істеп, Иран арқылы Парсы шығанағындағы араб мемлекеттеріне шығуға, Ирак, Ауғанстан, Пәкістан нарығында жұмыс істеуге мүмкіндігі бар. Қазақстандық компаниялар Иранның көлік, логистика саласына инвестиция сала алады және астықтарын Иранға апарып, сонда өңдеп, әрі қарай экспорттай алады. Ауыл шаруашылығы тауарларынан басқа тау-кен өнімдерін тасымалдап, үшінші нарықтарға экспорттайды. دو جانبه بین ایران و قزاقستان برای دسترسی قزاقستان به بازارهای ثالث مورد Иран мен Қазақстан Шымкент облысында шыны заводын салды. Мынау Маңғыстау облысында саяси шешім бар. Осы Иран, Түркменстан, Қазақстанның анау проект бар ғой. Соның проекттің несі, жағдайы қандай екен? Сол теміржол қашан іске кіреді? Сол жағында қандай ойларыңыз бар, қандай проблемалар бар, оны қалай шешеді екен? همینطور که به درستی اشاره کردید موضوع حمل و نقل موضوع مهمی Өзіңіз жақсы атап өттіңіз. Көлік саласында маңызды жұмыстар жасауымыз керек. Иран мен Қазақстан арасындағы темір жолдың іске қосылуы осы инфрақұрылымды дамыта түсті. Қазақстан, Иран және Түркменстан арасын қазір темір жол жалғап жатыр. Енді бұл жобаның бағдарламаларын жасауымыз керек. Және жүктің тасымалдауына қатысты жүйелі бағдарлама әзірлеп, бірегей тариф бекітуіміз қажет. Ол үшін Қазақстан, Түркменстан және Иран арасында бірлескен жұмыс комиссиясы құрылды. Және олар тиісті зерттеу жұмыстарымен айналысып
жатыр. Айтпақшы, бұл темір жол тармағы 2014 жылы ашылған болатын. Сол темір жол бойымен жүк тасымалдау көлемін қарасақ, 2015 жылы әр 10 күнде бір темір жол құрылымы жүрсе, 2016 жылы әр 6 күнде бір жүк құрылымы өткен. Осы темір жол байланысына Үндістан, Қытай мемлекеттерінде тартуды қалап отырмыз. Жуырда ғана Қытай тестілік режимде бір жүк пойызын осы желі арқылы өткізді. Ол уақыт жағынан тиімділігін көрсетті. Енді біз кесте жасауымыз керек. Соның нәтижесінде бизнес өкілдері өздерінің жүктерінің жеткізілу уақытын біліп отырады. Жаңа ғана сіз Шымкенттегі жоба туралы айттыңыз. Оған қосарым, жақында сол қалада ирандық тауар өндірушілердің арнайы сауда көрмесін өткіземіз. Бұл екі елдің кәсіпкерлерінің танысып, білісіп, қарым-қатынас жасауына үлкен септігін тигізеді деген ойдамын. کالاهای ایرانی رو در چیمکند خواهیم داشت با هدف ایجاد ارتباط نزدیک بین شرکت‌های ایرانی و قزاقی. Сіз, құрметті елші, біздің екі елдің қарым-қатынасын өте жақсы біледі екенсіз. Мынау темір жол арқылы Иран, Қытай нарығына шығады, басқа елдерге шығады, оны өте жақсы айтып кеттіңіз. Сіз енді біздің мынау елді, жеке елді алсаңыз, Қазақстанның дамуына қандай баға беруші едіңіз؟ من نسبت به آینده قزاقستان بسیار خوشبین هستم. Мен Қазақстанда 1994 жылдан бері жұмыс істеп келемін. Осы уақытта Қазақстанның қалай дамығанын көрдім, жақсы өзгерістерін білем. Қазақстанды мен бір өзенмен салыстыратын едім. Өйткені өзеннің суы ағып келе жатып, кедергілер болса айналып өтіп, әрі қарай өз мақсатына жетеді. Экономикада түйткілдер мен қиындықтар болады. Соны тек еңсере білу керек. Бұл сөзіміздің дәлелі. Қазақстан экономикалық реформалар жасап жатыр. Экспорттық бағыттан экономиканы әртараптыруға талпынуда. Сондықтан Қазақстанның келешегі жарқын деп ойлаймын. معتقد هستم که قزاقستان آینده درخشانی خواهد داشت. Құрметті елші, біздің елдің дініміз ортақ, ислам діні, енді мынау дәстүріміз де ортақ. Біздің елдің қандай салт дәстүрі сіздерге ұнайды? یکی از نکات مثبتی که من در مدت حضورم در قزاقستان دیدم Мұнда жүріп байқағаным қазақ халқының өз дәстүріне мән беруі. Қазақстанда түсіріліп жатқан фильмдер, шығарылып жатқан кітаптар, зерттеулерге қарасақ, қазақ халқының өз тарихы мен салт дәстүрін зерделеп, сақтап қалуға деген талпынысын көреміз. Және ол құндылықтарды тек сақтау ғана емес, және оны басқа елдерге насихаттау маңызды. Мен қазақ халқы мен мәдениеті туралы кітаптарды көп оқыдым. Сондай-ақ қазақтардың үлкенді құрметтеуі, отбасына мән беруі, туған туыстар арасындағы қатынасты сақтауы өзгеге өнеге. Оған қоса сіздердің табиғатты аялай білетіндіктеріңіз ұнайды. Қазір барлық әлем индустрияландыруға көшкен кезде сіздің елдің табиғат, руханиятқа деген жанашырлық көзқарастарыңыз, адами құндылықтарды ардақтауға деген іс-әрекеттеріңізге тамсанам. صمیمیت و دوستی که بین اعضای خانواده و اقوام وجود داره. Құрметті елші мырза, біздің елге тәуелсіздігіміздің 25 жылы тойлап жатырмыз. Телекөрермендерге қандай тілек айтушы едіңіз? Соны айтып кетсеңіз. همچنین از فرصت استفاده می‌کنم 25مین سالگرد استقلال قزاقستان رو Осы сәтті пайдаланып, қазақстандарға мол бақыт, бейбітшілік тілеймін. Қазақстан өсіп өркендей берсін. صلح و امنیت رو شاهد باشیم در قزاقستان. Құрметті елші мырза, ата-анаңыз бар ма? Бар болса, солармен қалай сіз сұхбаттасып сөйлесіп тұрасыз екенсіз? برکت وجود پدر و مادر بهره مند هستم. Ата-анаммен байланысымды үзбеймін. Қазір алыс жерде қызметте болғандықтан телефон арқылы сөйлесіп тұрам. Ал Құрбан айт секілді мерекелерде біз ата-анамызға барып, ұлық мерекені бірге өткіземіз. Жақсы тілектер айтамыз. شرکت داشته باشم برای نماز عید و برنامه‌های دیگه. Құрметті елші мырза, өте маңызды, қызық сұхбатыңызға шын жүрегімнен рахмет айтамын. Ғұмырыңыз ұзақ, күндеріңіз сәтті болсын. من هم از جناب عالی و همکارانتون تشکر می‌کنم که Мен де қазақстандық көрермендермен қауышуға мүмкіндік бергеніңіз үшін сізге және сіздің ұжымыңызға, Асыл арна телеарнасына алғысымды білдіремін. این ایام مبارک. Рахмет сізге. Sizga ko'p rahmat.